1943 жылы жаз айы, соғыстың қызып тұрған уақыты. КСРО физигі Игорь Курчатовтың есімі берілген Жабық қалаңын маңындағы Балапан ауылы арқылы артиллерияның генерал-лейтенанты Ражанович пен КСРО ғылыми академиясының химиялық физика институтының басшылардың бірі Садовскийдің құпия тапсырмасы бойынша бір топ жаяу әскер Капустин Ярға аттанады. Міне, осы қиын заманда адамзат баласына фашизм қасіретімен қоса, Кеңес одағында өткізіле бастаған ядролық сынақ полигоны да қауіп төндірді. Параллельді әлемде бұл сынақ өте ерте басталып кеткен еді. Арнайы тапсырмамен жіберілген әскери топ уақыт кеңістігінде адасып, параллельді әлемге түсіп қалады. Бірақ та олар бұл жайлы ештеңе білмейді. Олардың алдында не күтіп тұрғанын бірге көрейік. Жігіттер, осы жерде демалайық, келіңдер. Шаршап кеттік. Бауырлар, суларың қалды ма? Дұрыс жолмен келе жатырмыз ба? Ұрған жеріміз осы. Келесі аялдамамыз тозақ. Не деп тұрсың, Қой болды. Қойсаңдар, жігіттер. Ей, Айдос, не сенің де тілің шығайын деген бе? Айтқым кеп тұр. Сен кімсің менің үнімді ұратын? Ей, сені де әніңмен қосып қойып собайын ба қазір? Жігіттер, қойыңдар. Болды, жетеді енді. Бұларың не, доғарыңдар. Сендерге не көрінгім? Осылай бір-бірімізбен төбелесеміз бе? Құдайдан қорықпайсыңдар. Құдай деген жоқ қой, ей. Жа, дұрыс жолмен келе жатырмыз. Ендеше сен біздің дұрыс бастығымыз бола біл. Өшімді бәрібір алам. Адам көрдім, адам жүр мұнда. Тексеріп көрейік. Байқаңдар, біз осында боламыз. Кәдімгі адам, жануар емес. Көрейік онда. Кәне, бол. Қайда жүр? Жетер, мұнда ешкім жоқ, қайтайық. Қандай әдемі жер, Қазақия сияқты. Жігіттер, Айдос шаршаған болар. Көзіне Қазақия елестеп жатыр. Ауылында жүргенде яқ. Ақын шығар. Менің інім осындай, ол қарып танымасы да өлеңді жақсы көреді. Ақын жанды өзім үйреткем. Сенде қатырасына ба? Ойбай, айттым ғой, міне, рас көрдім деп. Әне, адам жүр. Жүріңдер, кеттік, барайық. Кеттік, болыңдар.
Болдар тезірек. Жаңағы кім болды екен? Бұл жерде тірі жан жоқ еді ғой. Жігіттер, бұл капустиньяр. Біз біраз бөгеліп қалдық. Осында келгелі қорқынышты түстер көретін болдым. Тек түсіңде емес, өңіңде де көресің ғой. Иә. Байқаңдар. Мына жерден тезірек кетейік. Білесіңдер ме? Түйе құс ұшып бара жатқанда мен мылтығымды алып қағып түсірдім. О, Джинсок келді. О, кел. Бәрі келді. Қандай жақсы десеңші. Кәне, отырыңдар деді. Көрдіңдер ме? Қазір қараймыз. Не болатынын. Маған біреу. Білесіңдер ме, жігіттер? Біз Джинсок екеуміз аңға барғанда бұғының етін жақсылап турап бұқтыратынбыз. Білесіңдер ме? Мынадай дәмді тағам болады екен ау өмірде. Мен бірінші рет көрдім, сол кезде солай ма? Иә, солай. Дәмді, өте дәмді. Еліміз үшін, жеріміз үшін соғысқанда біз тамақ, аң аулау, қыдыру дегенді ойламаймыз. Бізге тек идеология керек. Сенің бұл әңгімең мені саған қарсы қылып қойды. Кешір әрине. Солай ма? Әлде олай емес пе? Кешір әрине. Ренжімесеңдер, мен өзімше әңгіме айтып отырсам, сендер мені дұрыс түсінбей қалдыңдар. Кешіріңдер әрине. Мүмкін қателескен болармын. Не деп жатсыңдар өздерің? Мынауың тіпті түкті түсінеді. Мынауың тіпті басқа әлемде отыр ғой өзі. Жарайды, жігіттер, жарайды. Аңға барғанда бар ғой, бір құс ұшып бара жатыр екен. Оны қуамын деп айналып түстім. Айналып түстім? Айналып түстім. Иә, айналып түстім. Иә, кәдімгідей айналып түстім. Өзімде байқамай қалдым. Содан әлгі құс менің көзіме бұлдырлап көрінген сияқты болды. Мен өзіме ана құстың жақындап келе жатқан байқап қалдым. Көрдіңдер ме? Кімдер екен бұл? Фашистерге қалпы келмейді. Тексеріп көрек пе? Онда бейбіт түс алға. Құп болады. Иә, өй, мыналар кімдер? Қозғалмаңдар кәне. Көтеріңдер қолдарыңда. Воздух! Қашыңдар, жатыңдар. Не болып кетті? Ойбай! Не болып кетті?
Жөндеріңді айтыңдар. Қайдан боласыңдар? Мен Семейдегі Қытай елшілігінде қызмет атқарам. Параллельді әлемге түсіп қалып, синдром қайнарының құрсауынан жаңа ғана құтылдық. Жаңа ғана мына жігіттермен бірге қаштық. Бәріміз бірігіп мына параллельді әлемнен бірге шығайықшы жігіттер. Ол жас мынауың қанту жынны ғой өзі. Айдос, қауіпсіздік үшін мыналардың қаруларын жинап ал, тезірек кәне. Жігіттер, қаруларыңды тастаңдар. Мен берілмеймін. Тастамайым қаруымды ме саған? Не, берілмеймін дейсің бе? Мұрыңды қазір бет қыламын. Қане, отырыңдар. Жылдам, тезірек. Тезірек болыңдар. Сағат істемей тұр. Менің де компасым сынып қалды. Тұтқындағылар қашып кетті. Не істейміз онда? Барайық. Қайда кетті? Енді қайда барамыз? Мына жақта тірі жан жоқ ауыл бар. Тек бос үйлер ғана. Кеттік тезірек. Қазір көресің. Балам, 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 балам.
Олжас, балам, Мам, ана, мама. 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 Ана, сіз бұнда не істеп жүрсіз? Мама. Бұл жерде. мен қазір әкеңмен біргемін. Әкем баяғыда қайтыс болды ғой, не деп тұрсыз? Ауырып тұрған жоқсыз ба, мама? Сен мұнда не істеп жүрсің? Балам, сақ бол. Бұл кері заман. Ертең сен бізге келесің. Әкең сені күтуде. Балам. Мама, қасыңыздағы кім? Сіз қайда кеттіңіз? Мама! Бұл полигон. Бұл полигон. Балам. Мама! 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 Олжас, не болды саған? Тұр! Тұрсыш! Жаман түс көрдің бе? Ол бастырылған ғой. Бір қасірет күтіп тұр бізді. Аға, дәрілеріміз бітіп қалды. Ауылда тірі жан қалмаған. Көмек сұрайтын. Бәрі бақилық болды. Сталинге сеніп отыра берейік. Стоять! Руки вверх! Не қылып жүрсіңдер сендер? Бұл деревнядан адамдар қашып кетіпті ғой. Сіздер қалай қалдыңыздар? Қалай қалдыңыздар? Біз көмек күтіп отырмыз, балам. Атом бомбасы жарылғаннан кейін біз осы жерде адамдарға жәрдем көрсетуге келіп едік. Айдос, сен бұл параллель әлем екеніне сенесің бе? Жоға. Ей, анау қиялы не істеп жүр? Ей, не істеп жатырсың сен? А? Танисыздар ма? Сталин мен Гитлер ғой. Тек қағаз арқылы ғана бұлардан өшімді алалам. Гитлермен не істегін келсе соны істе, жолда Сталинді кел. Мә, Сталиннің фотосын салып қой.
Мен сұрағанда бересің. Мә, Гитлер, мә, 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 Гитлер. Сталин. Көмегің керек, Сталин. Көмегің керек. Аға. Аға. Олжас, не болып қалды? Сен берген Сталиннің фотосын жоғалтып алдым. Ей, не деп тұрсың деймі саған? Олжас, сенімді байла. Мә! Саған ереміз деп бәріміз де адасып кеттік. Ал, саған бәрібір. Сен бізді адастырдың. Бауырым, не істеп отырсың? Жай әншейін. Ауылда мені күтем деген Айгүл деген қызды сағынып отырым. Айгүлігім, ол қандай қыз? Сенің махаббатың ба? Айтқың келмей ме? Ұялма, айт дедім ғой. Айтсайшы, қане? Ай, ұялшақ. Жігіттер, қалдарың қалай? Иә, жақсы. Тоқта. Бұл қыз мені сүйет. Бұл қыз мені сүйет. Аңзапсың, ей. Сен қай жақтансың? Мен Марқакөлденмін. Ал мен Семейдің өзіненмін. Мақпал, сенің жігітің болды ма? Жоқ, болған Ал сен жоқ. менің қызым боласың ба? Айтшы, шыныңды айтшы. Яссыз. Дүние-ай. Құтқарыңдар, жігіттер!
Мақпал, Я? Мақпал, мен саған... Жоқ, жарайды, ештеңе. Айтсаш, саған не болды? Ендеше, сенің жігітің бар ма? Я бар. Кеш шығып қалдың. Жарайды. Бұл саған. Рахмет. Мақпал, сенің бетіңнен сүйейінші. Гүліне рахмет. Гүлін әдемі екен. Ұйқы келді. Өзің құдай санаған пенделерден түңіліп, дала жатыр күңіреніп қайғысына үгіліп, дала күнесіз көкірегіне зар тұнған зардың демінде аруақтар алқынған, әй пенделер бір-біріне табынған, ойында ойнап әбіліс сөзінде жын қағынған, жын билеген ғылымның жаңалығы сандырақтың дертінен жер жанары қан жылап, жер домалап барады қасіретті қаралы, күрсінеді кеңісті күн жүрегі жаралы, хақ нұрынан нәр алған ақ дұғадан жаралған, иман кетсе адамнан кие қашар ғаламнан, иман сұра Алладан, өз ойына байланып азаптанған сорлы адам, жан көзінен тамған жас, шын дұғаның сәлемі, әппақ сәуле ақ тілек періштедей әдемі, тілегіңе хақ тұнса жүрегіңе құт қонар, зұлымдықтың зәрінен жалғыз Алла құтқарар. Жігіттер, қайдасыңдар? Ей, қарындас, не істеп отырсыз? Мынау сенің балаң. Балапаным, қошақаным.
Kurtlar! Синдром Кайнара. Кел олай болса. Кел, кел. Не аптасың? Кел гәне. Кел бол.
Келгене, не қылып тұрсаң? Синдром кайнара. Бізді аман жібермейді енді. Қорқпа.
Жоқ. 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 Жіберіңдер. Ай. Жіберіңдер мені. Жіберіңдер. Жоқ. Жоқ. Жіберіңдер. Жоқ. 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 Өлтірме. Жігіттер, амансыңдар ма? Синдром Кайнараның адамдары бізді тұтқын қалды. Өзің қаш. Қарама бізге. Қаш, келе жатыр. Қаш дейм. Қазақ.
Қазақты қиындықта тастамаған. Жүріңдер. Неге қашпайсыңдар? Болмайды. Тығыл. Kaç. Жолдас Сталин, қара гөр. Жігіттер, Олжас Сталиннің фотосын қалдырып кетіпті. Қараңдар, әне.
Синдром қайнарының өзі де келе жатыр. Біз коммунизмнің алғашқы сатысы социализмдеміз. Ей адамдар, жолдас Сталиннің арқасында ғылыми тұрғыда айтарлықтай жеткіліктерге жетеміз. Халқым, сендерді ғылыми тұрғыдан зерттей тұрып, жаңа ұлт қалыптастырамыз. Ол ұлт ділсіз, дінсіз, мәдениетсіз болады. Коммунизмге жету жолында сендердің жандарыңды құрбан етеміз. Саясат осындай болу керек. Міне, нағыз идеология осы қымбатты жолдастар. Ұқтыңдар ма? Жақсылап күзетіңдер оларда. Мен де адаммын сендер сияқты. Егер білсеңдер, синдром қайнара мені өзіне арбап алған. Рахмет, бауырым. Адамдар қайда? Адамдар қайда дедім? Ұйықтап қалдыңдар ма?
Аға, ағаштар. Ағаштың басына шығайын. Сірә жігіттерді көріп қалармыз. Байқа, Айдос. Қады. Тек құлақ қалма, байқа. Айдос, байқа. Айдос, саған не болды? Айдос. Мамама не айтамын? Айдос. Айдос, ояншы. Мен мамама не айтамын? Айгүлің ауылда сені күтіп отыр ғой. Айдос, бауырым, ояншы. Ояншы тезірек. Өлмеші. Айдос. Мынаны өлтіріңдер тез. Тезірек. Құдай, кешіре көр мені. Пенденің пендешілігін кешіре көр, Құдай, жаратқан ием, кешір. Сен Гитлерден аспасаң, кем емес екенсің.
осылай бір топ әскер параллельді әлемнен құтылады. Алайда олардың өзегінде өз заманына, басшыларына деген мәңгі өшпес жара қалды. Мен олардың сол кездегі жай күйін толық сезіне алмадым. Білмей-ақ та қояй. Иә, бейбіт өмірге не жетсін? Дұрыс жолмен келе жатырмыз ба? Қандай әдемі жер, Қазақия сияқты. Жігіттер, бұл Капустиняр. Мама, сіз бұнда не істеп жүрсіз? Бұл жерде. Бұл полигон, бала. Балалар, сендерге не болған? Түрлерің не? Түрлеріңе не болды? Бұл кім? Бұл Капустиняр. Синдром қайнарының өзі де келе жатыр. Көмегің керек. Көмегің керек, Сталин. Сталинге сеніп отыра берейік. Бұл полигон, бала. Мен мамама не айтамын? Ай күнің, ауылда сені күтіп отыр ғой. Құдай, кешіре көр. Бұл полигон, бала.